Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күніне орай өзіміздің өлкеміздің мақтан тұтатын танымалы азаматы ағамыз Идош Мұсалынан бүгін сұхбат алуға бет бұрғанбыз. Құрметті оқырмандар, Идош Мұсалы Қазақстан Республикасының құрметті журналисі, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі және біздің кітапхананың белсенді оқырманы. Идош аға, санаулы күннен кейін біздің өзіміздің егеменді еліміздің тәуелсіздік республикамыздың 30 жылдығына орай әдемі мереке келе жатыр. Ол әрине бұқаралық ақпараттар құралдар қызметкерлерінің күні. Біздің оқырмандардың сұранысы бойынша бүгінгі сұхбатымыз осы тақырыпқа байланысты, кәсіби мерекеге байланысты. Бәріміз білеміз, Идош ағаны тәуелсіздік күнінен бастап бүгінгі күнге дейін облысымыздағы мақтан тұтатын біздің ауылдағы, аудандағы оқырмандарымызға Ақтөбе облысы газеті арқылы білетінбіз. Енді бүгінгі біздің сұрағымыз ол оқырмандардың тарапынан келіп отыр аға. Осы журналистика саласына келуге не себеп болды аға? Журналистика дейтін саланың совет үкіметі уақытындағы қызмет еткен адам негізінен. Мына қызметіміздің басым бөлігі сол уақытта өтті. Енді егемендікпен жалғасты, егемендікте мен көп болғаным жоқ. Өзіңіз айтып отырған әсем мереке, әсем екен әсем шынында да. Мұны бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлерінің мерекесі деп есептейді. Журналист бол, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет жаса, бәрібір жаңағы елдің арасында жүру керек. Менің уақытымда сол басқа қызметкерлер сияқты негізінен елдің арасында жүріп өтті. Жаңа айтып отырмын ғой, совет өкіметінің уақытында қызмет істедік. Ол уақыттағы бұқаралық ақпарат құралдары мен қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының арасында едәуір өзгешеліктер бар. Енді қазіргі жасап жатқан қызметкерлерге құттықтасын айтамын. Солардың уақыты, солардың істейтін істері қазір енді біз уақытымызда істедік. Әсем мереке болатын себебі бұқаралық ақпарат құралы халықтың еститін құлағы, көретін көзі, сөйлейтін тілі сөзі. Сондықтан мүмкіндігінше сол халыққа қызмет ету, халықтың ойын, пікірін жария ету, соны көпшілікке ұсыну, осындай бағытта істелетін жұмыс қой енді. Қазірде солай жасап жатқан болу керек енді. Бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының енді мәніне мен тоқталғым келмейді. Ол өз мәселелерін шешіп жатыр қазір айналайын. Идош аға, биыл біз егемендігіміздің 30 жылдығын атап өтеміз. 91 жылдары Ақтөбе облысындағы Ақтөбе газетінің бас редактор қызметін атқардыңыз. Кеңес одағынан кейін тәуелсіздік еліміздің мақалаларын жариялауға және ақпарат жинақтап, бірден басқа мүлдем тәуелсіздікке деген тілге, дінге бет бұрған әдебиетке мемлекеттік тілде мақалалар қаншалықты жарияланып, қаншалықты өзекті мәселелерді қозғап, оң шешімін тауып тұрды. Айтуыңыз өте дұрыс. Мына 89 жылы қазақ тілі қоғамының алғашқы құрылтайы өтті. Мен соған қатысқанмын. Содан кейін марқұм Мұхтар Арынмен бірге сол кісінің басшылығыменен осында облыстық халықаралық қазақ тілі қоғамын құрғанбыз біздер. Ол уақыт бір үлкен үміттің сондай бір уақыт еді. Себебі тілге шөлдеген, ұлттыққа шөлдеген, ұлттықтың әртүрлі салаларын іздеген, соған енді жеттік пе, жетпедік пе деп сондай талпынған уақыт болатын. Сондықтан халықтың арасында үлкен өрлеу болды. Сол өрлеуді пайдаланғымыз келді біздерде. Ол уақытта тілмен байланысты, ұлттықпен байланысты сөйлемейтін адам жоқтың қасында еді. Мұны шопандардан бастап ғалымдарға дейін аралықтағы адамдардың барлығы осы тілектерін айтып, мүмкіндігі болса соларды газетте жариялауға соған ұмтылатын. Сондықтан менің енді есімде біз енді ондай материалдарды ұстағанымыз жоқ. Мүмкіндігінше газетке беріп отырдық. Және жақсы пікірлер болды, қалыптасты. Сондай жолмен жүргенбіз біздер енді. Алдағы уақыттан елдің дәметері көп. Тілге байланысты әсіресе 30 жыл бойы енді көңіл толмауда бар, былайша айтқанда. Оны да түсінуге болады. Бірақ енді қазір жаңа жас ұрпақ келді. Мына үміттің бәрі осы жас ұрпақта. Қазір мұғалімдерде, мына сіздер кітапханадасыздар,
кітапхана, мәдениет, әсіресе ағарту, осы салалардың қызметі қашан қалай жақсарады, осыған көп нәрсе осымен шешілуге тиіс деп ойлаймын мен. Рахмет, Идош Мұсаұлы. Идош Мұсаұлы, ең өзіңіздің есіңізде қалған әдемі бір мазмұнды сұхбатыңыз бар ма есіңізде қалған? Сол сұхбатпен естелігіңізбен бөліссеңіз. Сұхбат деген ол мына газеттің жанрларының бірі. Газетте жанрлары болады. Жанр дейтін сол әртүрлі тәсілменен, әртүрлі мазмұн мағынамен жазатын нәрсе. Мысалы, очерк дейді, суреттеме дейді, хабарлама дейді, репортаж дейді. Сол сияқты сұхбатта сондай жанрлардың бірі. Мен сұхбатпен көп айналысқаным жоқ, бірақ енді елге барғанда, елдің ортасына жүргенде адаммен сөйлесесің, материал алу үшін көп нәрсе болды ғой. Бірақ бір есте қалғаны, мен өзім ойылдың тумасымын, ойлаудан. Осында қызмет жасап жүргенімде 70-ші жылдардың ортасында мен ойылға іс-сапармен барғанмын. Сонда анау Берсейіт дейтін қазір ауылдық округ бар, ол кезде совхоз баратын. Соның бір фермасының басқарушысы болды. Нұрғазин Омар деген болды, басқарушы. Бір ағайын сондай адам еді. Сонымен екеуміз іс-сапарға шығатын болып, фермаға барып, одан бір жайлауға баратын болып, содан жаңағы ойыл іргесінде ағып жатыр өзені. Сонда әлі есімнен кетпейді, сол кісінің менен сөзіміз айтамын. Ойылдың қасында тұрып, мен мына Идошты өзінің ойылына бір шомындырып алайыншы деді. Мен таң қалдым, өлсеңге дейін таң қалдым. Неге мен ойылым барады мысалға? Неге Идоштың ойылы? Анау адамға сондай жүрегіні салып тұр адамға. Мына кетпесін, ол жалғыз мен емес, жалпы ойылда туған адамдар, ойылда жүрген адамдар, ойылда өскен адамдар, ойылды көрген адамдар есінде жүрсін дегендей пиғылменен салып тұр. Мен сол осы уақытта есімнен кетпейді. Идоштың ойы дейді, адамды толықтатын нәрсесі. Осындай нәрселер болды ғой енді. Сол мысалға бір есімде қалған. Жақсы, рахмет. Идош аға, енді әңгімеміздің басына оралсақ, 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күні. Өзіңіздің артыңызға келген жас журналистерге, бұқаралық ақпараттар құралдарының қызметкерлеріне өзіңіздің лебізіңізді айтсаңыз, кәсіби мерекелер күніне орай. Енді кәсіби мереке бәрімізге ортақ. Бірақ енді бізден кетті, біз сияқты аға болған, олар да қалды. Біз оларға жақсылық тілейміз. Бұқаралық ақпарат құралдары дейтін бір шешуші маңызы бар, шешуші мәні бір нәрсе ғой. Бұл халықпен, адаммен адам жақындастыратын, елмен елді жақындастыратын сондай нәрсе. Соның жаңағы елдің мүмкіндігі болса жақсылығын айту, жақсылығын көрсету деген сияқты. Енді қазір осы мына ел қазір сол жақсылыққа шөлдеп тұр, шын айтқанда. Бұлай әртүрлі әңгімелер айтатын шығармын. Экономикаға байланысты, әлеуметтік салаға байланысты, шаруашылық деген сияқты. Дегенменен ел бәрі елдігін жасайды. Сондықтан қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлеріне мен сол мына елдегі жақсылықты мүмкіндігінше жарқыратып көрсетуге тырысса екен деп ойлаймын. Жақсыны дұрыстап көрсету, ой салып көрсету ол жеңіл нәрсе емес. Сондықтан осы жеңіл нәрсе еместі сол ауыр көрмей қазіргі қызметкерлер осы алға апарып жақсы қызмет істеген деп ойлаймын. Қызметтер жемісті болсын дейміз. Қарап отырамыз, қазір енді облыстық газеттерде шығып жатыр. Жақсы материалдар бар, көріп отырмыз ғой енді. Сондықтан болашақта жақсылық тілейміз, жақсылықты күтеміз және айналайын. Рахмет. Құрметті оқырмандар, бүгін Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының төрінде біздің өзіміздің облысымыз, өлкеміз, егеменді еліміздің сүйікті азаматы Идош Мұсаұлы. Идош Мұсаұлы Ақтөбе энциклопедиясының шығарушылардың бірі. Оның 4 түлік малды өсіру, табиғат қорғау, адамгершілік, тарихи танымдық ауыл ел өмірінің көптеген мәселелері туралы жазған мақалалар республикалық басылымдарда жарық көрді. Атақты тары өсіруші, диханшы Шығанақ Берсеевтің өмір еңбек жолдарын зерттеуші. Құрметті оқырмандар,
Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы әрдайым облыс оқырмандарын қабылдауға дайынбыз. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күніне орай Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы бұқаралық ақпарат құралдары қоғам айнасы тақырыбында кітап көрме жасақтап, оқырмандардың назарына библиографиялық шолу ұсынды. Журналистика қоғаммен бірге өмір сүріп, қоғаммен бірге тыныстайды. Қоғам тірлігінің тамыры қиылса, журналистикада бітіп тынады. Михалковский. Жарылқасын Нұсқабайұлының қазақ журналистикасының тарихы Алматы білім баспасынан 2018 жылы жарық көрді. Жинақта қазақтың мерзімді баспасөзінің пайда болуы, Түркістан уалаятының газеті, Дала уалаятының газеті, Торғай газеті, қазақ тіліндегі алғашқы бейресми газет-журналдар, Қазақстан газеті, Айқап журналы, Қол жазба Садақ журналы. Қазақ баспасөзінің қарлығашы Түркістан уалаятының газеті өзінен кейінгі қазақ халқын саяси, шаруашылық және мәдени өміріндегі елеулі оқиға болған мерзімді баспасөзінің туымен қалыптасуында айтарлықтай елеулі рөл атқарды, болашаққа жол салды. Садақ қолжазба әдеби журнал 1915 жылы Уфа қаласынан шығып тұрған. Бұл басылымның ұйымдастырушысы Жеңғали Тілепбергенов болыпты. Намазалы Омашевтың 20 жылдар журналистика көп томдық шығарма. Алматы қазақ энциклопедия баспасынан жарық көрді. Қазақ журналистикасы 3 томдық жинақ Алматы Таймас баспа үйінде 2008 жыл жарық көрді. Журналистика сериясы бойынша жарық көрген жинақ еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарының өзекті мәселелеріне арналған зерттеу еңбектер топтастырылып шыққан. Ақтөбе 90 қадамын кедей болып бастаған Ақтөбе газетінің 90 жылдығына арналған сарғайған газет тігінділеріндегі әрқилы материалдар жарияланды. Ақтөбе журналистері анықтамалық Ақтөбе қаласының Нобель баспаханасында жарық көрді. Анықтамалықта Ақтөбе облысындағы бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет жасаған тілшілер туралы деректер жиналған. Осы әдебиеттермен кітапхана қорынан танысуға шақырамыз.